Армысыздар, құрметті көрермендер, дәл қазір біз Астана экономикалық форумының екінші күндеміз, тікелей қосылымдамыз сіздермен бірге. Дәл қазір конгресс орталықта әдеттегідей кешегі өткен іс-шаралар, сонымен қоса қосымша панельді сессиялар өтіп жатыр. Соның біріне дәл қазір біз келдік. Мінекей өздеріңіз байқасаңыздар, Лондон залында орталық Азияда және Қазақстанда тұрақты жасыл өсімді қамтамасыз етудегі халықаралық ынтымақтастықты дамыту атты талқылау өз мәресіне жеткен екен. Рұқсат болса дәл қазір біз толығырақ білетін боламыз. Сәлеметсіз, кешіріңіз. Сәлеметсіз ба? Білуге рұқсат па дәл қазір мінекей жасыл экономика жайында панельдік сессия өткен болады? Да, мықты панельдік сессия өтті қазір. Негізі жасыл экономиканы, жасыл өсуді мемлекеттердің осы Орта Азиядағы бағдарламалары туралы, негізі қандай іс-әрекет қабылдану керек, сол туралы өте тамаша панельдік сессия біз өткіздік. Айтып кету керек, осындай жасыл алаң, осындай Астана экономикалық форумның жыл сайын өтетіні, ол да осы біздің мемлекеттің жасыл үкімет емес ұйымдарының үлкен бір жетістігі деп айтуға болады. Өйткені осы алаңда тек қана үкімет тарапынан қандай бағдарламалар қабылданады деген әңгіме емес, және де үкімет емес ұйымдардың, бизнестің осы бағдарламаларға, осы жасыл экономикаға қосып отқан үлестері қандай жақсы тәжірибелер бар, басқа мемлекеттерден нені біздің елге тартуға болады, соның бәрін кеңінен талқылайтын, және де бірін-бірімен жаңағында ынтымақты жарастыратын, кеңейтетін сондай тамаша алаң. Бүгінгі таңда әлемнің кез келген елдері тұрақты дамуға бет бұру үрдісінде. Ал енді тұрақты дамудың ең басты құралы бұл жасыл экономикаға көшу білуімізше. Бұл тұрғыда Қазақстан жалпы жасыл экономикаға көшу қазір қандай деңгейде, процесі қандай, жалпы халықаралық сарапшылармен сіздер ой бөлісіп жатсыздар, олар не дейді бұл жөнінде? Тамаша сұрақ. Енді қараңыз, бүгінгі біздің алаңымыз негізі Орта Азиядағы мемлекеттердің жасыл экономикалық қосып отқан үлесі, соған көшу туралы бүгінгі тақырып, негізгі тақырып. Енді біздің еліміз 2013 жылы осы тұжырымдама бойынша жасыл экономикаға өтетін тұжырымдаманы қабылдаған еді. Былтыр Қырғызстан қабылдады. Биыл Өзбекстан өздерінің балама тоғыз бағдарламасын дамытуын қабылдады. 2025 жылға дейін Өзбекстанда 20%-ға дейін жаңағы жалпы энергобаланста балама тоғыз көлемінің энергиясы болсын деген өздеріне бағдарлама қабылдап отыр. Тәжікстан, Түркменстан бұл елдерде де осындай жасыл экономиканы қолдайтын бағдарламалар қабылданды. Біз көшбасшымыз. Біз оны бастадық. Міне бұл мемлекеттерде осы жасыл экономикаға көшу жобаларын іске асырып отыр. Ол бір. Екіншіден, 2015 жылы Біріккен ұлттар ұйымының кең үлкен төрінде, Генеральный ассамблея дейміз, сол жерде осы 2030 жылға дейін елдерге тұрақты даму бағдарламасы ұсынылған болатын. Сол бағдарламаны 190 мемлекет Біріккен ұлттар ұйымына кіретін, бәрі де осы бағдарламаны бірдей болып қабылдады. Енді біздің мемлекеттердің мақсат қандай? Сол тұрақты даму мақсаттары 17. Оның 230 индикатор бар. Оның 167 жаңағы мақсаты бар. Енді соларды біздің мемлекеттегі бағдарламаларға имплементациясын жасау керек. Біздің бағдарламалар сәйкес па сол мақсаттарға? Сәйкес болмаса, қандай бағдарламаларды қосымша қабылдау керек? Сондай енді қазір бәр мемлекеттер бәсекеде боламыз. Біздің мемлекеттердің экономикасын жоғарылануға, тұратын еліміздің сапасын, өмір сүру сапасын көтеруге соған бағышталған негізі бұл бағдарлама. Бұл бағдарламаны жақсылап жүзеге асыру үшін өте жақсы айттыңыз. Ол жасыл экономика, жасыл технологиялар ол маңызды жаңағындай құрал. Тағы бір өте біздің бәріміздің басымызды қосып отырған бәр мемлекеттің ол тақырып мынау климаттың өзгерісіне байланысты. Бұл өте қатты әсер етеді климаттың өзгеруі. Бізде тапшыл болуы мүмкін судың осы 20-30 жылдың ішінде. Ауаның ластауы қандай? Бәр мемлекетімізде оның ластау өте жоғары деңгейде болғаннан кейін біз әр мемлекет өздеріне бағдарлама қабылдап отыр. Соған сай, осындай Париждік климаттық келісім өте маңызды шара. Бұл шарада осы бәр мемлекеттердің басын қосып, бірге осындай жобаларды жүзеге асыруға, бірге пікір таласа отырып, жақсы бағдарламаларды жүзеге асыруға ықпал жасайтын өз мемлекеттерімізге нағыз осындай алаңдар қажет.
Бәрекелді, аталған жоспарларыңыз бен мақсаттарыңыз міндетті түрде жүзеге асады деген сенімдеміз. Рахмет. Ал біз әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір мінекей Лондон залында келесі панельді сессия өзінің жұмысын бастап кетті. Келген адамдардың қарасы қалың, демек бұл жерде де кең ауқымды қызық тақырып айтылып жатыр деген сенімдеміз. Құрметті көрермен, қосымша тағы да ақпарат. Егер де биылғы жалпы АФ 2019 өте ерекше форматта өтуде. Соның бір ерекшелігі қазір жастар мен студенттерге дәл осындай форумға кіру тегін ұсынылады екен. Сондықтан да сіздер үшін, құрметті жас, ескерте кетейік, білмей жатсаңыздар, естімей қалсаңыздар, дәл қазір келіп АФ Talks алаңына келуге болады. Ол жерде Нобель сыйлығының лауреаттары, сонымен қоса ғалымдар ашық дәрістер өткізеді. Осындай зор мүмкіндікті қалт жіберіп алмаңыздар. Ол дәл осы Нұрсұлтан холл, яғни Нұрсұлтан залында өтіп жатыр. Сондықтан да әлде келулеріңізге болады. Бүгін екінші күн, соңғы күн. Ал біз әзірге тікелей қосылымды аяқтаймыз. Сәл уақыттардан кейін Атамекен бизнес арнасы қосылу болсын. Сіздермен қайта эфирге қосылатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.